Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен алмадан пирог жасаймыз. Бұл пирог ерекше дәмді болып шығады. Ең бірінші біз қанттың үстіне ұнды сеуіп аламыз, яғни електен өткізіп аламыз. Енді біз оның үстіне манный крупа саламыз. Және де қопсытқыш саламыз. Қалауларыңыз бойынша ванильді сахар қосуға болады. Енді бұны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мінекей араластырып алдым. Енді біз бұны теңдей 4 бөлікке бөліп аламыз. Мінекей достар, теңдей 4 бөлікке бөліп алдық. Достар, келесі біз алманы чуркадан өткізіп аламыз. Алманы алдын ала тазалап, жуып алу керек. Достар, келесі енді біз противнімізді жақсылап тұрып майлап аламыз. Менің противнімнің диаметрі 24 сантиметр. Енді біз 4-ке бөліп алған құрғақ массамызды астына себеміз. Бір келкі қылып сепкен дұрыс. Енді осылай тегістейміз. Енді біз алмамызды 3-тен бірін осының үстіне саламыз. Осылайша бір келкі қылып тегістеп аламыз. Келесі оған тағы да құрғақ массамызды үстіп сеуіп шығамыз. Және де осылай пирогымызды жинай береміз. Мінекей достар, біздің пирогымызды жинап алдық. Енді біз оның үстіне күштен өткізілген сары майды үстіп қойып аламыз. Және де бұны да әдемілеп тұрып жайғастырып алу керек. Достар, енді біз бұл пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 1 сағаттай пісіріп аламыз. Сонымен достар, біздің алма қосылған пирогымыз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Жұмыртқасыз, сүтсіз, айрансыз және де өте дәмді шығады. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Және де комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар, ас дәмді болсын.